Мен Молдашева Алтын Қонарбекқызы, Қостанай облысы Рудный қаласы Бейімбет Майлин атында номер 7 мектеп гимназиясының биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабағым 7 сыныптармен өткізді. Тақырыбым омыртқасызда және омыртқалы жануарлардың құрылысындағы ерекшеліктер. Сабақ барысына тоқталатын болсам, оқушыларды топқа бөлу кезінде Абай атамыздың күз, жаз, қыс өлең шумақтары топқа бөлдім. Кейін тақырып ашар кезде құмырсқа мен шегіртке, қансонарда бүркітші шығады аңға мысалымен және оның өлеңі арқылы тақырыпты аштым. Сонымен қатар оқушылармен жұмыс жасай баса шоқпарды кекілі бар намыс құлақ өлеңін алып өттім. Және де оқушыларға тапсырма берер уақытта музыкалық сұрақтар кезеңінде Абай атамыздың әндерін жұмыс ретінде алдым. Сабақ қорытындылау кезінде рефлексияда оқушылардың маған айтқан өздерінің түсінгендеріне тоқталсам, олардың айтуына қарап түсінсем, бүгінгі оқу мақсатыма мен толықтай жеттім деп айта аламын. Қайырлы таң оқушылар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастамас бұрын барлықтарыңызды ортаға шақырамын. Келе қойыңдар. Жақсы балалар, ендеше өзімізге бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау үшін мен сіздерге қазір көңілді сәлемдесу деген сәлемдесу түрін көрсеткім келеді. Яғни сіздер бір-бірлеріңе өздеріңнің бір ерекше сәлемдесу түрлерін көрсетесіңдер. Мысалға мен сіздерге бастап берейін. Сәлем. Өте жақсы. Жақсы, бірімізді шапалақтайық. Ендеше барлығымыз осы қалыпта тұра қаламыз. Мен сіздерді топқа бөледім. Барлығымыз білетіндей, биылғы жыл Абай атамыздың 175 жыл, яғни мерейтойы. Соған орай мен топқа бөлуді осы Абай атамыздың өлеңдерінен бастағым келіп тұр. Барлығымыз білетіндей, күз, қыс және жазды мен жатқа білеміз ғой. Ендеше қазір топқа бөлінетін кезде сізде ешқандай қиындық тумайды деп ойлаймын. Менің қолымда бірнеше сөзде жазылған жаңағыдай өлең шумақтар. Сіздер өлең шумақтарын ала отырып, күз, қыс, жаз бойынша бір-бірлеріңізді таба қойып, топқа бөліне қоямыз. Топқа бөлінгенде күз бірінші топ, екінші топ қыс және үшінші топ жаз. Түсінікті ме? Ендеше келіп менен қағаздарды ала қойыңыздар. Бәрімізге жетеді. Қыс. Қыс екінші топ, жаз үшінші топ. Күз бірінші топ. Өте жақсы, барлығымыз топқа бөлінді. Енді барлықтарымыздың назарымыз интерактивті тақтада. Бұл жерде сіздерге бейне көрсетіліп беріледі. Сол бейнеде көрсетілген барлығын мұқият қараймыз. Өйткені одан кейінгі сіздерге қоятын сұрақтарым бар. Материалдар көрсеткенде екі кадр болды. Бірінші кадрда сіздерден не көрдіңіздер? Дәл қазір сіздердің көз алдарыңызда не тұр? Шегіртке, жақсы. Құмырсқа, жақсы. Ал егер де осы құмырсқа мен шегірткені алып, қандай ертегі естеріңізге түсті? Жақсы, Ақтоты айта қойшы. Бұл суретте біз Абай атамыздың құмырсқа мен шегіртке мысалы. Өте жақсы, құмырсқа мен шегіртке мысалы. Енді құмырсқа мен шегіртке қандай жануар? Олар жәндіктер. Жәндіктер. Рахмет. Жақсы. Жаңа бірінші кадрды анықтап алдық. Енді екінші кадрға назар аударсақ. Бұл кадрда сіздер не көріп тұрсыздар? Мақсұт жауап бере ғой. Ол кадрда Абай Құнанбайұлының қансонарда бүркітші шығады аңға өлеңі есіме түсіп тұр.
Өте жақсы, ала керемет. Жанр айтатын бар ма? Мен бұл өлеңді білемін. Хан сенаты түрікші шығатанға, тату жолдас табылар түлкаңда. Жақсы, ары қарай. Жақсы, рахмет. Сонымен қараңыздар, біз енді жаңағы бірінші кадр мен екінші кадрдың арасындағы байланысты табуымыз керек. Не себептен біз құмырсқа мен шегірткені бірінші көрсеттік. Одан кейін жаңа айтқанда түлкі көрдіңіздер, жаңағы бейнероликтер, жылқы көрдіңіздер, бүркіт көрдіңіздер. Енді осы екі кадрды байланыстырып көрейікші. Яғни құмырсқа мен шегіртке ол жәндік дедік, ал жаңа біздің қыранымыз, жылқымыз, түлкіміз, олар Оларды байланыстырады. Бүркіт, түлкі және жылқы олар жануарлар. Жануарлар. Жақсы. Жәндіктер және жануарлар. Ал екеуінде айырмашылық бар ма? Жәндіктер. Оларда ерекшеліктеріне тоқтала аламыз ба? Айта қойыңдар. Жәндіктер қандай топқа жатқызамыз? Омыртқасыздар. Өте жақсы. Ал жануарларды жаңа айтқан бізді атап өткен қыран бүркіттеріміз, олар омыртқалар. Өте жақсы. Сонда біз Абай Құнанбайұлының мысалы мен өлеңін көре отырып, біз бүгінгі тақырыбымызды ашып алдық. Ендеше дәптерлеріңізді жазып алыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбы омыртқасыздар және омыртқалы жануарларды сыртындағы ерекшеліктері. Жақсы балалар, бүгінгі күнмен және тақырыпты жазып алсақ, барлығымыз назарларыңыз пенден. Жаңа айтып өткенде Абай Құнанбайұлының биылғы жылы 175 жыл мерейтойы. Біз Абай атамыздың өлеңдерін, шығармаларын еске ала отырып, өзіміздің бүгінгі биология пәнінің сабағын байланыстыра отырып, мына мақсатқа жетуіміз керек. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысындағы ерекшеліктерін сипаттау. Жақсы, оқу мақсатымен біз таныстық, енді барлықтарымыз тақтаға қараймыз. Біз сабақтың басында топпен бөлдік, ол кезде де біз Абай атамыздың өлеңдеріне сүйене отырып бөлдік. Енді қазір сіздерді топқа бөлінген бойынша, мысалға, бірінші топ, сіздер журналистер тобы боласыздар. Қазір мен сіздерге түсіндірем, естіліп. Екінші топ, сіздер омыртқалылар тобысыздар, және сіздер омыртқасыздар тобы. Бұл Encounter теле бағдарламасы. Сіздерде қазір қандай мақсат алдарыңызда? Сіздер омыртқасыздар және омыртқалылар бойынша сұрақтар дайындайсыздар. Ал сіздер болса, осы мәтінмен танысасыздар. Өйткені сіздерге журналистердің сұрақтарына мүдірмей жауап берулеріңіз керек. Түсінікті ме? Сіздер өз тақырыптарыңызды толықтай оқып алыңыздар. Сіздер өз тақырыптарыңызды. Жақсы. Мақсат, сен мына жерден оқи қой. Бұл жерден тақырып беру, бірақ тереңден берілген. Оқы. Егер де сұрақ келген жағдайда, мүмкін осы жолдардан кетіп қалады. Жақсы. Бұл тапсырмаға сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Жақсы, уақыт аяқталды. Ендеше бірінші топ журналистер тобына сөз кезегін береміз. Екі топ назарымыз журналистер тобында. Жандар, аға. Екі топтан бір-бір оқушыдан тақтаға шықсын. Яғни сіздердің бірінші тапсырмаларыңыз тақтамен жұмыс. Жақсы. Кім шығады? Тақтамен жұмыс. Келе қойыңдар. Келіңдер. Мына топтар келе ғой. Яғни бірінші қызыл жол жіңішке деген, кім Аружан, сіздердің топтарыңыз қандай? Омыртқалы. Омыртқалыға тән 3 қасиет жазып берді. Дауыстап отыр. Елі жазып отырсың. Көп жасушалылар. Олар бір жасушалы болып келеді. Бір болып келеді емес, кездеседі деп айтуға болады. Жақсы. Рахмет. Бірінші топ, журналистер тобы қабыл аласыздар, дұрыс па? Дұрыс. Өте жақсы. Келесі екі оқушы. Екінші тапсырма сіздерге тағы да тақтамен жүрсе, келесі бетке өшем. Енді келе ғой. Мақсатына жүріп тұра ғой. Мен қасым келе ғой. Берілген жануардың омыртқасында топтастырады деген сұрақ келіп тұр. Яғни олар сандарында жазу керек. Омыртқасындағы
Сіздердің топтарыңыздың тақырыбы омыртқалылар. омыртқалылар. Қазір отыра ғой. Рахмет, отыра ғой. Ал оқушылар, бұл жерде сіздер қате көріп тұрсыздар ма? Мына топта қате бар ма? Айта қойшы, журналистер тобы қате көріп тұрсыздар ма? Омыртқалы тобында қате кеткен. Бұл жақта 13-ші номер Шаян омыртқасы жануарлар. Жақсы. Түсіндіңіздер, Шаян 13-ті еткені бірінші топта, екінші топта жазған. Ол 13-ші номер, ол негізі омыртқасы жазды. Рахмет. Ары қарай бар ма тағы сұрақтарыңыз? Келесі сұрақтар ауызша қойылатын болады. Қоя қойыңдар. Бірінші сұрақ, омыртқалы жануарлардың тіршілік ортасы қандай? Қаттырақ оқыш. Омыртқалы жануарлардың тіршілік ортасы қандай? Омыртқалыларды тіршілік ортасы қандай? Қайда тіршілік етеді? Иә. Қаттырақ айта ғой. Омыртқалы жануарлар суда да, құмызда да мекендейді. Ұялы телефондарыңызды алды. Ендеше мен сіздің әрбір топтың алдына мынандай QR код қойдым. Бұл QR кодта сіздерде жеке жұмыс. Яғни әрбіріңіз ұялы телефондарыңыздан камерасы арқылы мына QR кодты сканерлейсіздер. Сол кезде сіздерге ссылка береді. Сол ссылкаға өте отырып тапсырманы орындаймыз. Жақсы, барлықтарымыз болдық, ендеше назар аударайық. Сіздер тексеріп алуыңызға болады. Барлығы 12 сөз жазылған болатын. Неше сөз таптыңыздар? Неше сөз? Мен 8 сөз. Неше сөз таптың? 6. Неше сөз? 10 сөз. 10 сөз өте жақсы. Неше сөз? 7 сөз. 7 сөз. Түсінікті, иә? Бұл тапсырманы біз меңгердік деп айтамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Біз қазір сіздермен кім, не, қашан ойынын топпен жұмыс жасайтын боламыз. Барлықтарымыз назар аударамыз. Топ, бұл жерде топ аралық сайыс. Қазір рет-реті бойынша бірінші, екінші, үшінші топ сіздер ұяшық бойынша таңдайсыз. Бірден түсіндіріп кетейін. True, false. Яғни бұл сұрақ, бұл ұяшықтарда, яғни я, жоқ, шындық немесе өтірік деген жазылған. Одан алатын ұпайларымыз 10 ұпай. Суретті сурет деген топ, ода алатын ұпайларымыз 20. Одан кейінгі қиыныраққа музыкалық сұрақ, одан алатын ұпайларымыз 30. Кезекті кезде жасайса, сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. 10 ұпайды да таңдауға, 20 ұпайды да таңдауға, 30 ұпайды да. Яғни 10-нан бастап 30-ға дейінгі деген қатып қалған ереже жоқ. Ортасы, назар аударыңыз. Суретеміз не көріп тұрсыздар? Бақа, яғни қос мекенділер, омыртқалылар. Жауабын омыртқалылар, және қос мекенділер. Жақсы, шапалақтап қоямыз. Жауап бересіз сіздер. True, false, ортасы. True, false, ортасы. Дененің сыртын қаптайтын эктодерма және ішкі мүшелері эктодерма дейді. Екіншісі, омыртқасы да ішкі қаңқасы болатын жануарлар тобы. True, false деп жауап бересіздер. Бірінші сұраққа қалай жауап бересіз? True, false ба? Біріншісі false, екіншісі өте жақсы. Дұрыс жауап бересіздер. Жақсы. Ортасы. Музыкалық сұрақ ортасы.
және онда кездесетін жануарларды ата. Абай атамыздың айттым сәлем қаламқас және жануарлары сұңқар мен қырғауыл. Өте жақсы, шапалақтаймыз. Келесі тапсырма сәйкестендір тапсырмасы. Ол жерде мен қазір оқушыны шығарамын. Сіздер оған көмектесесіз, егер де ол оқушы білмей жатса. Кімді шығарсам екен? Ербол, келе қош. Оны айтып отырып. Ұлы омыртқасызда. Жақсы. Шаян омыртқасызда. Жақсы. Жаңа барыпса. Көбелек омыртқасызда. Жақсы. Жақсы. Яғни, енді біз тексереміз. Қаншалықты дұрыс екені. Бар ма? Қате бізде? Балалар, енді манада көп жұмыс жасап жатырмыз, шамалы шаршап қалғанша біз ендеше барлығымызды секірту сәтіне шақырамыз. Орындардан тұра қойыңдар. А теперь у нас по плану упражнение для рук. Так покрутим ими дружно, как барсуки. Барлығымыз ұялы телефондарымызды аламыз. Мен қазір осы өзіміздің топқа, WhatsApp-тағы топқа ссылка жіберемін. Сол ссылкаға өте отырып, бүгінгі күнді қорытындылаймыз, яғни бекітеміз сабақты. Бүгін қаншалықты біз сабақты ұқтық. Барлықтарымыз аштық па топты? Аштық. Ссылканы алдық па? Өте жақсы. Сол ссылкаға өтесіңдер, тестті орындайсыңдар. Жақсы, орындады. Сіздердің тест тапсырманы орындадыңыздар ғой. Жауаптары маған Google почтадан келеді. Осыны қорытындылай отырып, мен сендердің барлық сабақтарыңды, сабақ бойы жүргізгендеріңді, қатысқандарыңды мен өзіме түртіп алды, күнделікке енгізетін боламын. Ендеше, сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Ендеше былай жасаймыз. Қазір бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында бір ауыз сөз, яғни сіздерден естіп өтсем. Бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнамады ма, жақсы, ауларым бар десе, кім айта қояды? Бүгінгі сабақ маған ұнады. Бұл сабақта мен өзім білмеген тақырыптарды, жаңалықтарды білдім. Жақсы, рахмет. Тағы да бір жаңалық болды ма осы бүгінгі сабақты? Біз немен байланыстырдық? Яғни, айта ғой, ойынды айтады. Бүгінгі сабақта маған өлеңдері, мысалдары ұнады. Өздеріңіз топтағы оқушылармен қалай жұмыс істегенін білесіздер ғой, бүкіл сабақ бойы. Алдарыңызда сіздерде QR код тұр, ода 3 QR код тұр, оның үшеуі 3 түрі, яғни өте жақсы және нашар. Яғни нашар деп айтпаймыз, әлі де дайындықты қажет етеді деген. Жақсы дейді. Омыртқасы тақырыбында жұмыс жасадық. Сабақ басында айтқан мақсатымызға жеттік деген ойдамын. Сонда ойдасыздар, мақсатқа жеттік пе? Сонда біз не ұқтық? Абай атамыздың шығармаларын, еңбектерінің барлық ғылым саласымен өте тығыз байланысты, әрбір салаға ерекше назар аударып кеткенін аңғаруға болады. Ешқандай тіршілік иесі, ешқандай пенде болсын, барлығын бейжай қалдырмаған, барлығын қамтып өткізеді. Тақырыптың мақсатына жеттік. Абай атамыздың өлең шығармаларын, ертегі мысалдарын еске алды. Бүгінгі күннің мақсатына толықтай жеттік деген ойдамын. Сабаққа қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға